саламатсыздар ма? Мен Халилова Асылзада Бадленовна, жоғары санатты қазақ тілі және әдебиеті пәнінің оқытушысы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Ілияс Жансүгіров «Құлагер» поэмасы. Сабағымыздың мақсаты Ілияс Жансүгіровтің өмірі мен шығармашылығы туралы түсіндіру, «Құлагер» поэмасының мазмұнын талдау. Шығарманы талдай білу дағдысын, өз ойларын айта білу, ізденімпаздықты қалыптастыру. Және тәрбиелік мақсаты өнер адамына, еліне, тілге, табиғатына деген ұлтжанды сезім ояту, адами қасиетті оқушы бойына дарыту. Ілияс Жансүгіров кім? Ілияс Жансүгіров қазақ әдебиетінде белгілі орын алатын көрнекті ақын, драмашы, прозашы, қазақ әдебиетінің негізгі қалаушыларының бірі. 1894 жылы Алматы облысының Ақсу ауданында дүниеге келген. Ілияс Жансүгіровтің шығармашылығы көп қырлы, алуан сырлы. Ол поэзия, проза, драма саласында өнімді еңбектеніп, өзіндік қолтаңбасын айқын көркем шығармалардың маржан шоғырын дүниеге келтірген құнарлы да тегеурінді қаламгер. Қандай тақырыпқа қалам тербесе де, ел қамы, халық тағдыры, ұлттың болмыс қасиеті оның шығармаларынан алтын арқауы. Оның қаламынан туған күй, дала, күйші, құлагер сияқты 15-ке жуық көлемді поэма қазақ поэзиясының інжу маржаны болып табылады. Ілияс Жансүгіровтің прозалық шығармаларының ішіндегі көлемдісі «Жолдастар» романы. Қаламгер әдебиет сыны мен аударма саласында да өнімді еңбектенді. Ілияс Жансүгіровтің баспа бетін көрген алғашқы туындылары «Сарыарқаға тілек» атты өлеңдері. 1917 жылы Семейде шығып тұрған Сарыарқа газетінде басылған. 1923 жылы Сана журналында Мерген Бөкен әңгімесі жарияланды. Ілияс Жансүгіровтің алғашқы кітабы Тырнақалды 1928 жылы Сағынақ деген атпен жарық көрді. Көзі тірісінде ақындықтың құлагері атанған Ілияс Жансүгіров 1938 жылы жазықсыздан жазықсыз атылып жазаға ұшырады, репрессияға ұшырады. Енді бүгінгі өтетін тақырып бойынша Ілияс Жансүгіровтің «Құлагер» поэмасы бұл Ақан сері Қорамсаұлына арналады. Ақан сері Қорамсаұлы қазақ халқының әйгілі әнші-композиторы, ақын, солтүстік Қазақстан облысының Айыртау ауданындағы үлкен Қоскөл маңында 1843 жылы туып, сол ата мекенінде Бұлақ басы Құлагер құдығы деген жерде дүние салған. Сал серілік дәстүрді барша сән салтанатымен ұстанған Ақан сері жүйрік ат, қыран бүркіт, құмай тазыны жан серік еткен. Ілияс Жансүгіровтің жинаған «Құлагер» поэмасы Ақан сері өміріне арналған. Поэманың мазмұны бойынша 1876 жылы Арқа елінде Нұрмағамбет деген бай әкесі Сағынайға үлкен ас береді. Асқа бүкіл 300-дің елі түгел шақырылады. Ас Еремен тау етегінде өтеді. Ақан құлагерді бәйгеге қоспақ болып алып барады. Бәйгеге 300-ден астам ат қосылады. Ақанмен өштескен Батыраш, Қотыраш деген байлар құлагерді соққыға жығып өлтіреді. Міне осы аста құлагерінен айырылған Ақан қатты қайғырып, құлагеріне арнап «Құлагер» деген трагедиялық әнін қалдырады. Ақан сері үшін құлагердің өлімі тіпті ауыр қайғыға айналады. Баласымен екеуі туған жерді Қоскөлде, Қамысты қопаны мекендеп, оңаша өмір сүреді. Елсіз даланы, тау-тасты көменіп ән салады, өлең айтады. Құлагердің жоқтап бірнеше өлең әндер шығарады. Солардың ішінде ең көп тарағаны осы «Құлагер» әні болды. Поэмада бұл әні былай келтірілген. Не болдай, бай-бай саған құлагерім, суалдың сорлы еңінің бұлақ едің, тірегі көңілімнің бәйтерегім, бұл жерге қалайынша құлап едің, шыныңменен кеткенім бе құлагерім, қасымда қасымсып тұрар едің, баспа-бас қозғай бербес жануарым, басылар өлгенімше қайтып шерім, құлагер, айналайын арғымағым, осымет өлгенде шабар шағың, құтсыз көл жыландының жарасында құшақтап қанды басым, зар жыладым деп құлагерді жоқтап өлең арнайды. «Құлагер» поэмасы жалпы мынадай бөлімдерден тұрады. Толғану, туған жер, Ақан, ас, құлагер, егес, көмбе, ат айдау, балуан бәйге, күрес, ат қайтқанда, ат шаңы, жалғыз қазық, Батыраш, аттың азалы әні деген 15 бөлімнен тұрады. Енді осы поэманы мазмұнын оқи отырып,
балдар сізге тапсырма беріледі. Бірінші тапсырма поэма мазмұны бойынша сұраққа жауап. Ақан сері қайда келді? Поэма не туралы? Батыраш деген кім? Екінші тапсырма сатылай кешенді талдау технологиясы бойынша мына кестені толтырамыз. Яғни авторы, тақырыбы, жанр түрі, идеясы, поэманың композициялық құрылымы және кейіпкерлер бейнесін жазып шығу. Үшінші тапсырма поэма бойынша сенің өз ойың қандай? Яғни сол кездегі қоғамның әділетсіздігі, бай мен кедей арасында қарым-қатынастар туралы өз ойың, пікіріңді жазамыз. Төртінші тапсырма эссе ұнайды өмірінен ақан маған деп арналады. Яғни ақан сері туралы эссе жазасыздар.